Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі ауызашарға осындай 30 минутта дайын болатын фаршталған макаронды ұяшықтар жасайтын боламыз. Күнделікті бір сарында тағамнан бөлек не жасарыңызды білмесеңіз, осылай жасап ерекше етіп ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Ол үшін ең алдымен табамызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Содан соң майдалап туралған пиязымызды салып, жақсылап қуырып, үстінен үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да қуыратын боламыз. Осылайша қуырылып жатқан кезінде үстіне біраз қасық томатымызды қосамыз. Менде осындай жазда қатырылған томаттың орнына помидор, бұрыш және де укроп қосылып қатырып қойғанбыз, соны қостым. Және де дәміне қарай тұзымызды салып, қатты көп етпей су құйып қоямыз. Астын баяу қойып, бір қайнатып аламыз. Әзірге фаршымызды дайындаймыз. Ыдысымызға фаршымызды салып, содан соң пиязымызды және де чесногымызды майдалап турап салып, дәміне қарай тұз бұрышымызды саламыз. Содан соң жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң қатты көп немесе қатты аз қылмай орташа көлемде етіп, қолымызбен осылайынан шариктар жасап шығамыз. Қыздар, егерде видеоларым ұнап жатса, тегін лайктарыңызды аямай басып, каналыма қолдау білдіріп тіркеліп қойыңыздар. Барлық фарштарымызды осылайша бөліп жасап шығамыз. Содан соң жаңағы қайнап жатқан подливіміздің үстіне макаронды ұяшықтарымызды қойып шығамыз. Дәмін көріп аламыз. Алдымен тұзының барлығын реттеп, үстіне макаронды ұяшықтарымызды араларын қатты алшақ етпей, барлығын бір-біріне жақын етіп орналастырып шығамыз. Содан соң макарондарымыздың үстіне жаңағы фарштарымызды осылайынан ыңғайын келтіріп, әдемілеп орналастырып қоямыз. Қыздар, егерде сіздерде суы аз болып қалатын болса, макарондарыңыздан қатты асырмай үстіне су құйсаңыздар да болады. Және де бір қайнатып алғаннан соң астын ең баяу отына қойып 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Неге қыздар, біздің тағамымыз дайын болып шықты. Бетіне ірімшік салып ұсынуға немесе қоспасаңыз да болады. Және де қалауыңызша көкшөптермен сәндеп қойсаңыздар болады. Ірімшіктерімізді салғаннан соң бетін жауып 1-2 минуттай ерітіп аламыз. Содан соң қалауыңызша кез келген аскөктерді сеуіп сәндесеңіздер де болады. Неге қыздар, біздің тағамымыз дайын болды. Жарты сағатта өте оңай әрі керемет болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.